Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8-ші сыныптың Қазақстан тарихынан бірінші бөлімге арналған 90-дық жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдайтын боламын. Сондықтан сіздер менімен бірге болып, каналыма тіркеле кетіңіздер, видео ұнаса, еңбекті бағалап, лайк баса отырыңыздар. Бірінші тапсырма: жоңғар шапқыншылығының қазақ халқының шаруашылығына тигізген зардаптарын жазыңыз. Жоңғар шапқыншылығы тұтқиылдан болды, сондықтан ол мал шаруашылығына да, егін шаруашылығына да, сауда жолдарына да үлкен зиян келтірді. Мысалы, басып алған жерлерінде жоңғарлар дүние мүлікті талан-таражға салды, малдарды айдап кетті. Егін шаруашылығында егіншілікті таптап, оларды өртеді. Ал сауда жолдары, керуен жолдары бұзылды, қалаларды қиратты. Қорытынды: жоңғар шапқыншылығының зардаптары қазақ халқының ұлт болып өмір сүруіне, экономикасына, сауда жолдарына, тіпті ел болып қалуына зардабын тигізді. Екінші тапсырма: берілген деректердің ақиқат не жалған екенін анықтаңыз. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама жылдарында қазақтар аман қалу үшін батыс аймақтарына қарай жылжып, Жайық өзеніне дейін жетті. Бұл дерек ақиқат, себебі жоңғарлар осы батыстан басқа жерлердің барлығын жаулап алды. Екінші, Шәкәрім Құдайбердіұлының деректерінде 1723-27 жылдары қазақтың 3/2 қырғынға ұшырады. Бұл да ақиқат, себебі Қалқама Мамыр дастанында осындай дерек келтіреді. Орта жүз рулары Сырдария өзенінен өтіп, Самарқанд қаласының төңірегіне жиналды. Бұл деректе ақиқат. Үшінші сұрақ: жұт дегеніміз не? Оның жауабы: суықтан малдың қырылуы. Жалпы жұт дегеніміз малдың өлімі, індеті. Мысалы, қатты суық болған жылдары қыстан малдың аштықтан өлуі жұт деп аталынады. Төртінші сұрақ: жоңғар шапқыншылығының алғашқы соққысына ұшыраған аймақ. Бұл Жетісу мен Ертіс аймағы. Себебі жоңғарлар қазақ хандығының шығысында осы Жетісу менен Ертіске шекаралас жатты. Бесінші сұрақ: қазақ халқының басына түскен қайғы қасіретті сипаттайтын ән. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама заманында Қожаберген жырау Елім-ай әнін шығарды. Жауабы: Елім-ай. Алтыншы: Шәкәрім Құдайбердіұлының мәліметі бойынша жоңғар шапқыншылығынан кейін халықтың бір бөлігі. Шәкәрім Құдайбердіұлы халықтың 3/2 бөлігі қырылғанын және қалғаны құлдыққа сатылғанын жазады. Яғни жауабы: құлдыққа сатылды. Жетінші сұрақ: қазақ халқының негізгі шаруашылығына Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама жылдарының тигізген зардабын көрсетіңіз дейді. Бұнда гүлденген қалалардың қиратылуы сауданы тоқтатты дейді. Бұл да дұрыс. Тау-кен өндірісіне кен өндіру тоқтады дейді. Ол кезде тау-кен өндірісі болған жоқ. Суармалы егіншілік аудандарында шаруашылық күйреді дейді. Бұл да дұрыс. Сыртқы елдерге баратын сауда жолдарының жұмысын тоқтатты дейді. Бұл да дұрыс. Халық шұрайлы мал жайылымдарынан айырылып, мал басы кеміді дейді. Яғни бұл тестіде біздерге қазақ халқының негізгі шаруашылығына тигізген зардабын көрсетіп тұр. Сондықтан қазақ халқының негізгі шаруашылығы бұл мал шаруашылығы. Сондықтан жауабы Е болады. Сегізінші сұрақ: 18 ғасырдың ортасындағы саяси оқиғаны талдаңыз. Әбілқайыр ханның Ресей бодандығын қабылдауының себептері. Бірінші себебі, ханның басты мақсаты Ресей менен сенімді байланыс орнатып, бар күшті шығыстағы жоңғарларға қарсы жұмылдырғысы келді. Ресейден әскери көмек алғысы келді. Екіншіден, кіші жүздің жағдайы өте қиын болды. Оларға қалмақтар да, башқұрттар да, Сібір қазақтары, Жайық қазақтары да шабуыл жасады. Сондықтан осылардың шабуылын тоқтатуды да көздеді. Кіші жүздің Ресей бодандығына қабылдауының зардабы. Кіші жүздің Ресейдің қол астына өтуі бұл Ресей мемлекетінің бүкіл қазақ халқын бірте-бірте қосып алуының бастамасы болды. Қазақ халқы өзінің тәуелсіздігінен айырыла бастады. Екінші, қазақ мемлекетін Ресей өзінің қол астына алу арқылы оларды жоңғарлардан қорғаймыз деп бүкіл шекара бойына қамалдар, бекіністер салды. Және осы қамал бекіністерін арқылы қазақ жеріне ішкерлей еніп, қазақтардың мал жайылымын тарылтты. Осы тарихи оқиғаға сіздің көзқарасыңыз қандай дейді? Бұған өз көзқарастарыңызды жазасыңдар. Жалпы 18 ғасыр бұл өте қазақ
хандығы үшін өте күрделі кезең болды. Әбілқайырдың бұл шешіміне сол кезде өзімен бірге өмір сүрген адамдардың кейбірі жақтаса, кейбірі оған қарсы шықты. Ал кейін оларды зерттеген тарихшылар, зерттеушілер де Әбілқайырдың бұл шешімін бірі қолдаса, екіншісі қолдаған жоқ. Сондықтан сіздер бұған Әбілқайырдың бұл саясатын не жақтаймын, не дұрыс емес, не бұрыс, не қарсымын деп жазуларыңа болады. 9-шы сұрақ: Әбілқайыр ханның шешіміне қарсы шыққан кіші жүз ақсүйектерінің себептерін түсіндіріңіз. Төмендегі мәтінді және өз біліміңізді қолданыңыз. Мәтін оқулықта бар, соны жақсылап оқып шығыңыздар. Бірінші себеп: Әбілқайыр хан Ресейдің қол астына өту туралы шешімін шығарды. Бұған кіші жүз ақсүйектері қарсы болды. Себебі кіші жүз ақсүйектері Әбілқайырға Ресейдің қол астына өтуді емес, олармен әскери одақ жасауды тапсырған болатын. Екінші себебі: қазақ халқы өзінің тәуелсіздігінен, бостандығынан айырылып қаламыз деп есептеді. Үшінші себебі: Әбілқайыр ханның кіші жүздің Ресейдің қол астына өтуін бүкіл орданың атынан өзі айтқандығы үшін ақсүйектер одан есеп талап етті. 10-шы сұрақ: Абылай ханның ішкі саясатының маңыздылығына талдау жасаңыз. Маңыздылық критерийлері берілген. Мен сіздерге Абылай ханның ішкі саясаттары туралы айтатын боламын. Сіздер сол саясатты маңыздылық критерийлеріне қарай орналастырасыздар. Абылай хан қазақ хандығын нығайтты, халықтың бірлігін қамтамасыз етті, қазақ хандығының шекарасын бекітті және бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құрды. Сот билігін күшейтті, қақтығыстар менен барымтаны тоқтатты. Ішкі саясатта отырықшылықты дамытты. Көкшетау, Ертіс өңірінің бойында қыстақтар салғызды. Сондай-ақ Есіл өзенінің бойында, Ертіс өзенінің бойында, Көкшетау, Тарбағатай жерлерінде егін шаруашылығын енгізді. Сауда қатынастарында көңіл бөлді. Орта Азия елдеріменен, Сібір казактарыменен сауда жасады. Тіпті өзі Үрімшіге сауда керуенін жіберді. Елді біртұтас етіп ұстап тұру үшін хан билігін шектеусіз етті. Өзінің айналасына құрметке бөленген ең сенімді, адал адамдарды топтастырды. Достар, мен осыменен ТЖБ-ны талдауды аяқтадым. Менің каналымда Ресей мемлекетінің Қазақстанды қосып ала бастауы және Абылай хан сабақтары бар. Соны оқып алыңыздар. Сондай-ақ менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.